мен осы жылдың соңына дейін үлкен мақсаттар қойып жібердім да. Солар орындалмай қала ма деп қорқамын ше кейде. Иә, ол менде де сондай болған. Мысалы, алдын декабрьда жаздық қой мақсаттарша. 100 мақсат жаздық. Ең патологы, типа, былайша айтқанда, айлық оборотымыз, типа, әркім әртүрлі жазды. Мысалы, мен 2 миллион деп жаздым да. Может, сен 500 мың деп жазған жаздың да. Саған 500 мың это көп болып көрінуі мүмкін, а маған это уже норма, да? И мен жазған 1 миллионымда, мысалы, мен ойлаймын да, кез келген адам, мысалы, 1 миллион деп жаздық, 2 миллион деп жаздық, декабрь айында жету үшін. Ровно 1 жылдан кейін ше. Оған жету жолы түкте қиын емес деп ойлаймын да. Просто так біздің жазған мақсаттарымыз бар ғой, 2 миллионға жетуде мынаны кәсіпиді, таргетті, или болмасам тағы 2-3 түрлі бизнес ашамын да, который маған 500 мыңнан әкеп тұратын ше деп ойладым. Бәріміз сөйтіп декомпозиция. Мен лично солай декомпозиция жасадым да. Енді бұдан келетін былайша айтқанда бір шешім, бүгін ғана ойландым өзімше, соны шешім таптым да, что осы пландарымыздың барлығын типа орындалмай жатыр, значит Каспиймен істемей жатырмын ба, 2 миллионға жете алмай қаламын деген нәрсе жоқ та, иә. Просто так біз нені ұмытпауымыз керек, 4 нәрсе ұмытпауымыз керек та ше. Денсаулық, тоқтамай іс-әрекет, жақсы ниет мысалға, одан кейін бар білім, или болсам позитивное мышление, иә. Осы төртеу болатын болса,